Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi waссабихи ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu ta'alaға мақтау, мадақтар болсын. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сан салауаттар мен сәлемдер болсын. Allah subhanahu ta'ala барша мұсылмандардың жасаған уақып игі амалдарын Алла Тағала қабыл еткен болсын. Міне құрметті көрермен, бүгінгі уағызымызда бабаларымыздан қалған игі іс бұл уақып жайында болмақ. Уақып дінімізде қайырымдылық атаудың ең құрметті амалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келгендей, уақып жайында айтатын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам егер дейді адам баласы бұл өмірде өтсе, бүкіл амалы тоқтайды деген. Және 3 амалы оның амал дәптеріне жазылып тоқтамай тұрады деген. Соның біріншісі, жасаған игі амалдың біріншісі бұл не? Жасаған сол дүниеден өткен кісінің артынан жасалатын хайырлы ихсаны, яғни садақасы. Және екіншісі игі амалы бұл уақыпқа жататын қалдырған шәкірті. Және үшіншісі қалдырған ұрпағы деген. Міне сол ұрпақтары әкесінің атынан, анасының атынан уақып жасаса, мешіт салса, медресе салса, немесе игі бір жақсы іс жасаса, уақыпқа арнайы бір кәсібі болса, сол кәсібінен беретін болса, сол кәсібі нағылады екен, сол дүниеден өткен ата-анасына иншалла жазылып тұрады екен. Енді бабалардан қалған уақыпқа тоқталатын болсақ, Құнанбай бабамыз да қажылыққа Меккеге барып қажылық жасаған кезде уақыпқа қалдырған игі іс шарасы бар екен. Ол тақия атты қонақ үй салдырып наған екен, өзінен кейінгі қалған игі амалдарға сол уақыпқа тақия атты қонақ үй салдырып кеткен екен. Міне бұны Абай атамыз өзінің әкесінен қалған мұраға былай деп айтқан екен. Меккеде уақып үй салып, пәтер қып, жаққан шырақты бір құдайдың жолына малды аямай бұлапты деп, әкесінен қалған игі істі Абай атамыз өзі осы өзінің сөзінде жеткізіп кеткен. Міне құрметті жақсылар, Алла субхана тағала барша момын мұсылмандардың жасаған игі шараларын уақып еткен, жақсы амалдарын Алла Тағала қабыл еткен болсын. Алла субхана тағала елімізге, жұртымызға амандық, береке берсін. Алла субхана тағала ниеттеріміз, қабыл мұраттарымызды асылсын. Ва ахири дa'вана анил хамдулиллахи раббил алямин.